Бәріңе ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода өзіме және де достарыма көмектескен турник пен брусьяға арнап жасалған планмен бөлісетін боламын. Оған бір ерекшелігі өте аз уақыт кетеді, күніне бір жарты сағат саған жеткілікті. Және де аптасына 5 күн орындалады. Аптасына 5 күн, күніне жарты сағат, және де өте қарапайым. Ендеше кеттік. Ол былай болды. Бізде 10 класс оқып жатқанда, 10 сынып оқып жатқанда норматив тапсырған болатынбыз. Сол нормативте мен 11 рет тартылдым. Достарым 7, 6, 5, 4 солай. Барлығымыз қарайлас болдық. Көктемге дейін бізге дала жиынына дейін көрші ауылдармен бақталасатын боламыз. Сол кезге дейін бізге тез арада форма жинау керек болды. Сондықтан біз сабақтың кезінде 2 рет 15 минуттық қоңырау болды. Азанғы 8-ден түскі 2-ге дейін бізде сабақ болды. Сол кезде 2 рет 15 минуттық қоңырау болатын. Сол 15 минуттық қоңырауда достармен бірге бос әңгіме айтып тұрмай, сразу турникке қарай барып, мектеп ауласындағы турникке барып, сонда сабақпен бірге дайындықты да қоса алып жүрдік. Енді планға келетін болса, турник, брусья екеуін бір айналым деп аламыз. Екеуін, мысалға, өзіңнің максимальный көрсеткішіңнен 70%, 70-75%-ін бір подходқа аласың. То есть, менде 11 болды, 10-11 болды, мысалға, соның 70-80%-ді мысалға 7-8 подход деп алайық. 7-8 повторение. 7-8 повторениені сен бірінші подходта 8 рет істейсің, одан турникке 8 рет істеп, секіріп түсіп, сразу брусьяға барасың да, брусьядан да бірінші подходында 15 рет істейсің. Менің сол кездегі дәрежем 20-25 аралығында болды. Брусья 70-80% примерно. 15 маған ыңғайлы болды. Екеуінен бірінші подход кетті. Арасына 1,5-2 минут демалыс саласың. Өйткені бізде уақыт аз. Және де 1,5-2 минутта бос тұрмай қолдарыңды сілкіп, мына бұлшықеттеріңді босатып, қолдарыңды өз-өздеріңе қолдарың бұлшықеттерін босатып отырасыңдар. 1,5-2 минут сендерге жеткілікті. Бір айналым кетті, екінші айналым турникке барасың, 8 рет тартыласың, брусьяға барасың, 15 рет істейсің, түсесің, тағы 1,5-2 минут. Ол 1,5-2 минутты қолыңды босатумен өткізесің. Бұлшықеттер қатаяды, оны сразу қолыңды былай аставай ұстап, қолыңды көтеріп қойып, осылай өткізесің. Үшінші подходты біз аяқтап атқан кезде, үшінші айналымды аяқтап атқан кезде қоңырауда болатын, біз қайтадан көреміз. Аптасына 5 рет 2-15 минуттықта, онымен бір күнде 6 подходтан жасайтын болдық. 2 брусьяны да турникте 6 подходтан. Бізге 4 ай уақыт кетті. 4 айдың ішінде біздің турнигіміз, менің өз басым турниктен 22-ге дейін көтердім. Брусья 40-қа дейін көтерілді. Ал дос балдарымдікі 17, 18, 15 сол дәрежеге дейін көтерілді. Ол өте жақсы көрсеткіш. Және де біз ешқандай артық салмақты қоспай, тек өз салмағымызбен дайындалдық. Және де күніне жарты сағат, 30 минут 2 рет қоңырау. Өте керемет көрсеткіш деп ойлаймын. Қазір көрсетем қалай жасайтындарын. Бірінші турникке барасыңдар, сразу 7 рет 8 рет тартыласыңдар, секіріп түсіп, ешқандай 30 секунд, 10 секунд демалыссыз сразу барып брусьяны істейсіңдер. Содан кейін барып 1,5-2 минут демалып қайтадан. Менде қазіргі уақытта турник пен брусья өте әлсіреген, себебі 2 ай уақыт, қыстың 2 айында ешқандай тренировка істемедім. Ал соңғы 1 айда тек залға барып темірлермен жаттықтым десем болады. Сондықтан өз салмағымен біраз әлсіреген. Сонда да 2 айдың ішінде керемет көрсеткішке жетем деп ойлаймын. Кеттік.
осымен видео аяқталды. Видеоның соңында сендерге айтарым, міндетті түрде арнаға тіркеліңдер. Бұл арнада жаңадан өте көптеген видеолар шығатын болады. Турникке байланысты, брусьяға, отжиманиеге және түрлі воркаут элементтері барлығы алдағы уақытта болады. Так, арнаға тіркеліңдер, лайк басыңдар, комментарийге қазіргі уақытта қанша рет турникке тартылып аласың, қанша рет брусьяны істей аласың, соны жазып кет. Бір айдан кейін, 2 айдан кейін қайта осы видеоны қосып, өзіңнің комментарийіңді тауып, астына қазіргі уақытта қанша істей аладың, 2 айдан кейін қанша істей аладың барлығын жазатын болады.